Білім жастан. Жыл сайын тұрақты түрде өткізіліп келе жатқан конференцияда жастардың қатысуымен елдегі жаратылыстану, техникалық, әлеуметтік гуманитарлық және экономикалық салалардағы кенжелеп қалған тұстарын дамытып жетілдіруге бағытталады. Биыл да сол салттан жаңылмай, қоғамдағы өзекті мәселелерді оңтайлы шешуге жол ашатын тың жобалар ұсынылып отыр. Конференцияның мақсаты осы біздің тек университетімізде ғана емес, және бүкіл Қазақстан бойынша осы студенттердің, жас ғалымдардың ғылымға деген қызығушылығын арттыру. 5 баяндамашы қатысып отыр, ал негізі осы іс-шарамыз бүкіл университет бойынша болды, 12 факультет бойынша. Республикалық деңгейдегі ғылыми конференциясына Қарағанды қаласынан да жас ғалымдар жобаларын ұсына келіпті. Сонымен қатар шараға мектеп оқушылары да қатысуға мүмкіндік алған. Соның бірі 11-ші сынып оқушысы Әшімхан Дінмұхаммед. Ол электронды микроскопияны дамытудың жаңа нұсқаларын ойлап тауыпты. 3 айға созылған жобаның зерттеу нәтижесі қолдау тапса, көптеген сала жаңаша жетістіктерге қол жеткізер еді дейді жоба авторы. Адамзат тарихында ғылымдағы ең прогрессивті, ғылымға зор үлес қосатын құрылғы ретінде таңдап алдым. Және де әр салаға қажет деп есептеймін. Мысалға, авиацияда, жаңа атап өткенде, авиацияда металдардың кристаллық торларын зерттей отырып, жеңіл металдардың беріктілігін арттыру, және нанотехнологияда түрлі ауруларға қарсы күресуде нанотехнология электрондық микроскопия негізінде дамиды. Айта кетерлігі, жастарды білімге баулу мақсатын ұйымдастырылып отырған шара студенттердің қызығушылығын оята алмаған сыңайлы. Өйткені көпшілігі қалта телефоннан бас көтермеді. Мемлекеттің тұтқасын ұстар жастар ойын ойнап, түрлі әлеуметтік желілерді шарлаумен болды. Қанат Байысов, Дастан Баширов, ТВК телеарнасының жаңалықтар қызметі.